Қара бауырым, сен егер 100 жыл өмір сүретін болсаң, мысалға да, егер 100 жыл толық өмір сүретін болсаң, сенің 36.500 күнің бар екен өмірде. Егер сен 100 жыл өмір сүретін болсаң, 100 жас, сен 36.500 күн өмір сүреді екенсің. 365 мың емес, 36.500 күн ғана. Еще ол сен 100 жыл өмір сүрсең ғана. Елестет, өте аз деген сөз ғой бұл. 36.500 күн. Еще ол 100 жыл өмір сүретін біз гарантия жоқ ешкімде. Біз біреу 60 жыл, біреу 30 жыл, біреу 20 жыл, әркімде әрқалай. Бірақ Алла әркімге осы видеоны көріп отырған әр жігітке ұзақ өмір нәсіп етсін дейміз. Демек, осы жерде ойланатын нәрсе бар. Егер біз өзіміздің сол бір армандаған өміріміз бар ғой, әрқайсымыздың, біреу үйленгісі келеді, біреу көлік алғысы келеді, біреу шетелге шыққысы келеді, өте көп ақша тапқысы келеді, миллионер болғысы келеді, миллиардер болғысы келеді дегенде, сол өмірге бара жатырық біз қазір. Бізде қазақта жақсы сөз бар ғой, өмір алда, әлі-ақ бақытты болып кетесің деген сияқты. Демек, біз әлі-ақ бақытты болып кетеміз деп ұзақ осы миллионға, миллиардқа немесе сол үйленуге, сол үйге ұзақ жүретін болсақ, созып жүретін болсақ арманымызды, біздің жаңағы сол 36.500 күніміз, и то ол 100 жылдағы саналған 36.500 күніміз азая береді. Демек, мен егер 20 жасымда план қойсам өзіме, 25 жасымда үйленемін деп, 25 жасымда үйленемін, сөйтіп 30 жасымда миллионер боламын деген, мысалға да, әйел алғаннан кейін. Енді мен 25 жасыма дейін не істеймін? Әрекет қыламын үйленуге. Сөйтіп 25 жасымда үйлендім. 30 жасымда шынымен де миллионер болатын болсам, мен онда уақытылы істедім деген сөз. Ал егер осы планнан ауытқып кетсем, мен 25 емес, 28 жасымда немесе 30 жасымда үйленсем, миллионер болу 35-40-қа келген кезде миллионер болсам, и то болсам, мысалға да, менің енді ар жақтағы сол миллионер болып өмір сүретін күнім азая ма, көбейе ма? Менің сол әдемі әйеліммен бірге өмір сүретін күнім азая ма, көбейе ма? Әрине азаяды. Яғни мен өйткені оған 5 жыл немесе 10 жыл кешігіп келдім да. Неге кешігіп келдім? Өйткені менің бойымда сондай бір қате мінездер болды. Бір жерде қорқып қалдым, бір жерде ел не дейді деп елге жалсақтап қалдым, бір жерде бір білім алу керек жерде білім алмай қалдым, бір жерде қырсығып қалдым, бір жерде тәкаппарланып қалдым, бір жерде өзіме салып қойып, бола ма, ол болмай ма деген сияқты көп осылық өзімнің мінезімнен тайғызып қалдым. Сөйттім да не істедім? Өз уақытымды созып алдым, өз арманымды кешіктіріп алдым. Өзімнің уақытымды жіберіп алғаннан кейін, енді сол армандаған өмірімде өмір сүретін уақытым азайды менің. 5 жылға азайды, 3 жылға азайды, 10 жылға азайды. Ал біреу мүмкін вообще арманына жетпейді. Вообще армандаған қызына жете алмайды. Ала алмайды ондай қызды. Сыртынан ғашық болып жүре береді, бірақ қасында басқа әйел болады да. Елестетші сондай өмірді. Мүмкін ғой. Яғни өмірде бәрі мүмкін. Егер сенің мінезің дұрыс болмаса, бірақ сол мінезді реттейтін, мінезді ортаға келтіретін, қандай мінездерім бар, оны қалай кетіремін, қалай тазалаймын, қалай мен дұрыс адам боламын дейтін болсаң, оны Абай атамыз айтып кетеді. Жалпы қызға қараған кезде де Абай атамыз не деп айтады? Лапылдақ нәпсіге ермей, мінезіне көзің жетпей дейді. Мінезіне көзің жетпей, көңіліңді берме дейді. Біз сол мінезге көзіміз жетпей тұрып қызға да көңілді беріп қоямыз. Сол өзіңнің мінезіңді танымай тұрып біз не істейміз? Тағы да өзіміз көтере алмайтын шоқпарды белімізге байлап алып, қарызға кіріп кетеміз, проблемаға кіріп кетеміз. Әртүрлі өмірде жағдай болады. Бірақ түбінде айналып келіп соның бәрі не үшін болды дейтін болсаң, сенің айналып келгенде сол мінезіңе келіп тіреледі соның бәрі. Мінез деген нәрсе өте үлкен, өте былайша айтқанда адамның тағдырын шешетін тақырып қой бұл жігіттер. Құранда да бұл ең басты нәрсе. Егер Құранды оқып ашып бір түсінетін адам болатын болса, жалпы діннен хабар бар адам болатын болса, және ол барлық нәрсені қамтып кетеді, сол мінез. Сенің отбасыңдағы өміріңде де мінез шешіп кетеді. Сенің ажырасуға ажыраспауың, қызбен таныспауың, жүру-жүрмеуің осы жерде мінез ойнайды. Көп сөйлейді, ақша, анау мынау, жоқ, мінез жігіттер. Сенің достарыңмен қарым-қатынасың тоже мінезге байланысты. Сенің ата-анаңмен қарым-қатынасың байланысты, тоже мінезге байланысты. Ол ата-анаңның сенімен қарым-қатынасы олардың да мінезіне байланысты. Яғни барлық әлемде тек қана осы мінезге байланысты. Мінез шешеді бәрін, жігіттер. Мінезі жақсы адам озады, мінезі жаман адам өмірден әбден таяжап шаршайды. Енді жігіттер, мінезден бүкіл проблема болатын түсінген жігіт не істейді? Өзіне жауапкершілік алады, яғни өзінің өміріне, армандап жүрген өміріне тез жетуге жауапкершілік алу керек қазірден бастап. Яғни мен тез үйлену керекпін, мен тез осы қызды алу керекпін, немесе тез осы қызбен соза бермей танысу керекпін, немесе мен тез осы көлікті міну керекпін. Өйткені өмір азайып бара жатыр, күн сайын азайып бара жатыр. Күніне бір күнің кеміп бара жатыр сенің. Бұл бір әдемі адамды бір жұбатушы, немесе бір пиво ішіп отырып, бір-бірімен арақ ішіп отырып, ай әттең-ай қамшының сабындай қысқа өмір ғой, өмір деген тез өтіп кетеді, зуылдап кетеді деп бір-бірімізге жанымызды ашып айтып қоятын ондай бір эмоциямен сөйлейтін нәрсе емес жігіттер. Бұл сезінетін нәрсе. Шынымен де сезіну керекпіз. Біздің күн сайын бір күніміз азайып жатыр. И ол қашанға дейін созылатынын білмейміз өміріміздің. Сол үшін бұған ақылы жұмыс істеп, ақылы істейтін жігіт болса, қазір мына жерде мына видеоны көріп ойланады, шынымен де менің өмірім өтіп жатыр ғой. А мен еш нәрсе бітірген жоқпын. Мен даже бір қыздың көңілін таба алмай жүрмін да, басқасын айтпай қой. Яғни өз басыңның проблемасын шеше алмайсың. Сол үшін бұл өте ішті жандыратын, бір жерде ашытатындай дүние да, егер осыны шынымен сезініп түсіне алатын болсаң. Өйткені өмірің өтіп жатыр жігіттер.
Сол үшін жауапкершілікті өзімізге алу керекпіз, мінезімізді реттеу керекпіз. Өйткені мінезіңді реттемей жүрсең, сен осы видеоны көріп та ойлайсың, қойшы, мынау не деп былжырап отыр, не деген оттаған, неменеге қазір елдің бәрі ақылды болып кеткен, бәрі ақыл айтқыш әудер отырады өйстіп сөйлей береді. Ал сен шықсайшы онда. Сен ақылдысың ғой, сен қазір бізден ақылдымын деп тұрсың, менен ақылдымын деп тұрсың, сен басқадан ақылдымын деп тұрсың ғой өзіңді. Енді сен неге шықпайсың, сен неге сол ақылыңмен бөліспейсің, неге айтпайсың мысалға да? Опять таки сенің мінезіңе келіп тіреледі сол. Өйткені сен тәкаппарсың, өйткені сен мына жерге шығып сөйлеуге қорқасың, өйткені сен бүйтіп камераның алдында сөйлейін десең, сен ертең туысқандарың көреді, досың көреді, саған да сондай хейт айтылады, сен де ақылды екенсің ғой деп сөйлейді саған. Сол кезде сен соны көтере алмай қаласың, иә? Өйткені саған жамандық жазбау керек, бәрі жақсы нәрсе жазу керек қой саған. Сондықтан көтере алмай қаласың сен. Сөйтесің де не істейсің? Бұның өзінде бастамайсың ғой. Сен даже бүйтіп ақыл айтуға, елдің алдына шығып сөйлеуге камераға да шыға алмай қаласың. Неге? Өйткені сенің мінезің дұрыс емес. Көрдің ба? Яғни қарапайым ғана елдің алдына шығып YouTube каналды ашып, бұл үшін ақша да сұрамайды сенен ешкім. Каналды ашып, осылай елдің алдына камераға шығып сөйлеп, өзіңнің ойыңмен бөлісуге де сенің не күшің жетпейді. Ал егер өйстіп біреу сөйлеп жатса, оған не дейсің? Хейт жазасың. Оны көре алмайсың, артқа тартасың, лақтырасың, мазақтайсың, күлкіге саласың. Не тұр оның артында? Мінез тұр. Қандай мінез тұр? Көре алмаушылық тұр. Қандай мінез тұр? Қызғаншақтық мінез тұр. Қандай? Тәкаппарлық мінез тұр. Қорқақтық тұр, әлсіздік тұр. Яғни айналып келгенде сенің мінезің тағы да шешіп тұр. Ең болмағанда осылай камераның алдына шығып сөйлеуге, көрдің бе? Демек, мінез деген өте үлкен тақырып екен. Оны Шәкәрім атамыз айтып кеткен. Адамның өз ойына ие болатын болса, оның аузынан дұрыс сөз шығады дейді. Сенің ойың дұрыс емес. Содан кейін сенің аузыңнан дұрыс сөз шықпай жатыр. Сенің аузыңнан дұрыс сөз шығатын болса, не істейсің сен? Дұрыс әрекет жасай бастайсың. Осы видеоны басқа біреуге жібересің, немесе астына дұрыс комментарий жазасың, немесе бізбен жеке хабарласып бір сұхбатқа шыққың келеді, немесе қой мен өмірімді өзгертейін, шынымен де өмірім азайып бара жатыр ғой менің деп сен әрекет қыла бастайсың. Яғни сенің амалың дұрыс болады. Сол амалдан кейін ол нәрсе қайталанады, сенде әдет бола бастайды. Сен уже әр нәрсені ойланып істейсің. Сен уже уақытыңды босқа кетірмейсің. Сен көрінгенге комментарий жазып, ішіңдегі жаман бір боқсыдықты сыртқа шығармайсың сен. Сенің әдетің дұрысталады. Әдетің дұрысталғаннан кейін сол сенің мінезіңе айналып қалады. Сондай четкий жігіт боласың сен. Басқамен шаруасы жоқ, тек қана өзінің тірлігін істейтін жігіт боласың, істің адамы боласың. Содан кейін барып не болады? Ол сенің тағдырыңды өзгертеді. Ал тағдырың өзгерген кезде өмірің өзгереді деген сөз. Тағдыр деген өмір ғой, екеуі бір нәрсе. Бірақ соған келу үшін мына ойға ие болу керек. Енді бұл ой қайдан шығады дейтін болсаң, ол жүректен шығады. Жүректе тамыр тұрады. Сол үшін мінез деген осы жүректе жіктер. Жүрек өзгерді, жүрек тазаланса, адамның мінезі де өзгереді деген сөз. Енді бұл туралы толық ашып, түсіндіріп айту, ол қалай өзгереді, ол ой қайдан келеді, қанша түрлі ой болады, ол ойды қалай ажыратамыз, иә? Бұл менің ойым ба, жоқ басқа жақтан келіп жатқан ой ма? Осыны қалай ажырата аламыз? Мінезімізді қалай анықтап, оны қалай ортаға келтіреміз? Осы нәрселердің бәрін біз жабық Telegram каналымызда айтатын боламыз. Ол төменде болады. Яғни жалпы еркек адамға қазір қажетті бүкіл ақпарат осы Telegram каналға сыйдырдық біз. Былайша айтқанда көп тренингтің шешімін түйін естисің ғой сол жерден. Көп тренингке бара беруің мүмкін, бірақ ол жерде бір нәрсесін айтса, бір нәрсесін бермеуі мүмкін. Бірақ біз ол каналда ең сок дейді ғой, түйінін айтуға тырысамыз. Сенің үйленбей жүргенің не үшін, қызды жолықтыра алмай жүргенің не үшін, неге сенің денсаулығыңнан проблема болып жатыр, неге сенің бизнесің атпай қала береді қайта-қайта. Мен бұл саланың бәрінен экспертпін деген сөз емес, жігіттер. Мен бұл саланың бәрін қатырып тастадым деген сөз емес. Бірақ бізде осының бәрінің түбінде тұратын нәрселер бар. Оны аталарымыз айтып кеткен. Аталар дегенде ол дұрыс түсінбей қалмаңыздар қазір. Қандай ата өзінің атасын айтып тұрма деген сияқты. Жоқ. Мен Абай атаны айтып отырмын, мен Шәкәрім атаны айтып отырмын, мен Мәшһүр атаны айтып отырмын. Мен өзіміздің қазақтың Төле би, Әйтеке би аталарын айтып отырмын, Абылай хан, Бөгенбайды айтып отырмын дегендей да мысалға. Бірақ біз оларды ескілікпен әкеліп сендерге кезінде атам солай айтқан деп мотивация түрінде емес, олардың сөзін талқылау арқылы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дінін, олардың сөзін талқылау арқылы, пайғамбар алейхиссалам хадистерін талқылау арқылы біз бұрын естімеген ақпараттарды, яғни көзқарастарыңды өзгерту арқылы біз өмірге бір жаңа мүмкіндіктерді сендерге алып беруге тырысамыз сол жерде. Енді мінезге байланысты соңғы бір нәрсені айта кетейін жігіттер. Мінездің қаншалықты маңызды екенін түсінген шығарсыңдар, иә? Мысалға қараңдар, Роналдо деген футболистті бәріміз білеміз, иә? Қай кезде бастады карьерасын? Мысалға айтайықшы, бір 20 жыл, 15 жыл бұрын деп айтайықшы, мысалға. 15 жыл бұрын Роналдо қалай тренировка жасады, қалай өзіне баптады өзін, иә? Яғни өте аш болды. Чемпион болғысы келді, өте тырысты, иә? Ол қазір қалай тренировка жасайды? Тура солай. Тура солай. Оның қазір бүкіл әлем біледі. Оның жағдайы, былайша айтқанда, үш ұрпағына жететіндей жағдайы бар да оның қазір. Ең алғашқы миллиардер спортсмен ол, миллиардер. Сонда да ол тура бұрынғыдай тренировка жасайды, тура бұрынғыдай шынығады. Әлі де болса тырысады, гол салуға тырысады. Неге? Өйткені олардың менталитеті, тәрбиесі сондай. Олардың мінезі солай қалыптасқан. Ал бізде қазақтағандай бір Камри алдың, болды, ризасың, красавчик. Bir қызды қаратып алдың, үйленіп алдың, болды. Өмірің бәрі шешіп тастадың, главное, үйленіп алдың ғой, болды. Енді жаман болмайсың дегендей да болды. Яғни біз қанағатшыл емес, біз бір азға қанағат етіп, бір сабыр етіп, ондай бір жақсы мінездегі айтып жатқан жоқ. Біздер неміз? Біздер қарамыз кәдімгі. Қара дейді ғой. Қарадан шыққан бала деп айтады ғой, бізде бөледі ғой. Сол сияқты бізде қаралық бар сондай.
біз үлкен нәрсені армандауға, үлкен нәрсеге тырысуға, жақсы қызды алуға, жақсы жерден үй алуға, жақсы бір комфортты жайлы өмір сүруге біз сырттай бір қалап тұрғанымызбен ішімізде бізге сол аз нәрсенің өзі жетіп тұрады. Осы нәрсе бізді артқа тартып отыр. Осыны қыздар да сезіп қояды, жігіттер. Саған қарайды да, киіміңе, түріңе, жүріс тұрысыңа қарап алып, ол примерно сенің қай жерге дейін шабатыныңды, примерно қай жерге дейін баратыныңды сезіп қояды қыздар. Ары кетсе бір апта сөйлесер, бір ай сөйлесер, 10 күн сөйлесер, 2-3 күн сөйлесер, бір күн мүмкін сөйлесер, болды, одан кейін тыйылады. Демек, осының артының бәрінде тұрған не нәрсе дейтін болсақ, біз мінезге келіп тірелеміз. Мінезің реттелмей ма, кері кетесің. Мінезіңді реттеп соны табасың ба, озасың, жігіттер. Сол үшін кім өзгергісі келетін болса, кім өмірін жақсы жаққа бүгіннен бастап бұрғысы келетін болса, ол тек қана өзінің бірінші очередь мінезімен айналысу керек. Сол үшін жігіттер, мінезі нашар, мінезінен таяқ жеп жүрген, немесе өзің сол мінезден таяқ жеп, өзің сол қазір өзіңді көріп, әй шіркін-ай, менде осы бір мінезім дұрыс болса қорықпайтын едім ғой, менің осы бір мінезім дұрыс болса қазір давно уже білім алып кететін едім ғой, сол жерде бір қисығып тәкаппарланып өзінше болып қалмасам давно мен озып кетер едім ғой дейтіндей әттеңелерің болса, түсіне бер, сенің мінезің нашар бауыр. Сенің бір Аллаға ұнамайтын бір мінездерің бар, сол себепті сен көп жерде ұтылып жүрсің, шатасып жүрсің, қателесіп жүрсің. Соны түзесең, өмірде келесі этаптан этапқа былайша айтқанда тепе-теңдіктен көтерілгендей көтеріліп өсе беруге болады. Өмір өзі сондай, жігіттер. Сол үшін мінезін өзгерткісі келетін жігіттерге осы видеоны жіберіп, және қыздармен таныса алмай, қыздармен бір жол болмай, немесе осы қызды алғым келеді, бірақ қалай аларымды білмей жүрмін, қалай танысарымды білмей жүрмін, не деп баратынымды білмей жүрмін, өзіме сенбей жүрмін дейтін жігіттер болатын болса, осы видеоны жіберіп көрсетіп қойыңдар. Өйткені мінезсіз адам болмайды, бірақ мінезі жаман адам сол мінезін біле тұра, мінезінің жаман екенін біле тұра, еш нәрсе істемей, мен осындай, мен осылай қабылдаңдар деп жүрген, ол одан да жаман адам болады. Сол үшін солардың қатарында болып қалмас үшін, өміріңді жақсы жаққа өзгерткің келетін болса, осы видеоға лайк бас, комментарий жаз, досыңа жіберіп, міндетті түрде досыңды да, өзіңді де біздің жабық телеграм каналға шақыр. Өйткені ол жақта мінездер өзгереді, өмірлер жақсы жаққа бұрылады.